Қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте оңай Орео балмұздағын дайындайтын боламыз. Бізге бар жоғы керегі Орео печеньесі және сливки қажет болады. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ерекше дәмі шығып тұрады Орео печеньенің. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Бізге осындай 3 печенье керек болады, Орео печеньесі. Осы печеньені қолымыздың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Тура осылай жасап көріңіздер, және оп-оңай жасалады. Менің каналымда өте оңай және жылдам дайын болатын дәмді тағамдардың, тәттілердің рецепттері өте көп. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Бір келкі етіп езіп болғаннан соң, бір шетін ғана бір келкі ашып аламыз. Жыртпай осылай дөңгелек етіп ашып аламыз. Барлығын ашып тастамаймыз. Және осындай стаканчиктерге салып дайындап қоямыз. Мен осындай випак сливкиін пайдаланамын көбінесе. Сливкидің майлылығы 33%-тен жоғары болу керек міндетті түрде. Осылай құйғаннан соң ұзындау қасық пайдалансаңыздар да болады. Жақсылап араластырып отырып, үстінен қайтадан құямыз. Сонда бір келкі болып шығады балмұздақ. Міне осылай құйып балмұздақтың таяқшаларын қойып шығамыз. Менде бары 2 таяқша екен үйде. Үшіншісіне қасық қоя салдым. Қасық пайдалансаңыздар да болады. Міне, және морозильникке 1 сағатқа қойсаңыздар, өте дәмді Орео балмұздағы дайын болады. Жеп көрсетіп жатырмын. Ішінің барлығы печенье езілген. Мынандай ыстық күнде жасап жесеңіздер, болмаса балаларыңызға жасап берсеңіздер, естерінен кетпейтін балмұздақ болады. Рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.